Баласының еміне ақша жинаған алаяқтар. Астаналық келіншек осы әдіспен 1 миллиард 700 миллион теңге жинаған. Бұл сөзімізді Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов мырза растайды. Ол үшін келесі видеоға назар аударыңыздар. Біріншісі Астана қаласының тұрғыны өз Instagram әлеуметтік парақшасы арқылы өзінің ұлымды емдеймін деп 2019 жылы туған нәресте екен. Ресми түрде мүгедектер, яғни ешқандай есепте тұрған жоқ. Оған 360 мың пайдаланушы 1,7 миллиард теңге ақша аударған. Көріп отырғандарыңыздай, Әлібек мырзаның сөзіне сүйенетін болсақ, астаналық келіншек осы әдіспен айтқан кезде байып шалқып өмір сүріп жүр. Көлік алған, үй алған, Астана қаласының 2 бөлмелі, шетелде демалған, өзіне керек қызметтерді, тауарларды сатып алған. Көріп тұрғандарыңыздай, Әлібек мырзаның сөзіне сүйенетін болсақ, бұл келіншек кәдімгідей 1,7 миллиард теңге табысты өзіне жинап алған. Ойлаңызшы, 1,7 миллиард теңге. Баласының еміне керек болған сома 50 миллион теңге. Ал баласының еміне жұмсаған ақша 6 миллион 600 мың теңге ғана. Тіпті Түркияда, Ресейде барып емделген, емделді ме, әлде дем алды ма, басқа да бір нәрсе жасады, оны бір Құдайдың өзі біледі. Қаржылық мониторинг агенттігі осы кісінің артына түскен. Бұл ғана емес, осындай әдіспен ақша жинап жүрген 138 карта шот иелеріне қатысты іс бастаған зерттеу үстінде. Сондықтан да қазіргі таңдағы баламның еміне, күйеуімнің денсаулығына, басқа да деген мәселелерді өте жіті тексеруіміз керек. Тіпті көмектескілерін келетін болса, кәдімгі сенімді, қайырымды қорлары, өзінің арнайы шоттары бар. Осындай қайырымды қорларға жүгінгендеріңіз жөн. Себебі елге ақша сұрағандардың барлығы, былай айтқан кезде, адал, мұқтаж жандар болмауы мүмкін. Сондықтан сақ болыңыздар, алаяқ нет жобасы ескертті.